Сәлем балақай, бүгінгі сабағымызға қош келдің. Бүгінгі сабақта 89-шы беттегі 48-ші жаттығуды орындайтын боламыз. Жаттығудың берілгенін мұқият оқып шығайық. Суреттер бойынша мәтін құрастыр. Қанекей ендеше суреттерге назар аударайық. Бізде бұл жерде бірінші, екінші, үшінші, төртінші және бесінші суреттер берілген. Яғни 5 сурет беріліпті. Осы 5 суретті пайдаланып, біз сенімен бірге мәтін құрастыратын боламыз. Енді бізде мәтінде не жайында болады екен? Білу үшін суретке назар аударайық. Біз нені көріп тұрмыз? Орманды және суды көріп тұрмыз. Ал ол жерде нелер жүр? Үлкен аю және оның баласы қонжық жүр. Аю не істеп жатыр? Аю суда шолп-шолп жүзіп жүр. Ал қонжық не істеп тұр деп ойлайсың? Ол анасына қорқып қарап тұрған сияқты. Неге? Себебі судан қорқуы мүмкін, немесе жүзе алмайтын шығар. Ал келесі суретке назар аударсақ, анасы шығып, оны шақырып жатыр. Бірақ ол не істеп бара жатыр? Қашып бара жатыр. Алайда анасы, келесі суретте назар аударсаң, оны желкесінен ұстап алғанда суға келіп салып жатыр. Ал төртінші суретте олар не істеп жүр? Екеуі де бірге суда жүзіп жүр. Осылайша анасы қонжығына не істеді? Суда жүзуді үйретіп, оны құшақтап отыр. Оның қорқынышын басты. Солай емес пе? Қонжық анасын қатты құшақтап, жанында жылынып отыр екен. Балақай? Керемет. Енді біз суретті талдап шықтық. Енді осылардың барлығын жүйелеп, әдемілеп мәтін құрастырайық. Ендеше былай айтсақ болады. Орманның жанында көл бар еді. Аю қонжығын алып көлге барды. Ол көлде жүзіп жүрді. Қонжығын шақырса, ол келмей, қашып бара жатты. Аю судан шығып, қонжығының желкесінен ұстап, суға алып келді. Қонжық алғашында қорықса да, анасының жанында жүзіп үйренуге тырысты. Осылайша екеуі суға бірге шомылды. Анасы қонжығына риза болып, оны мақтан тұтты. Мінекей, яғни бұл мәтін бізде қонжықтың өзінің қорқынышын жеңуі туралы болған секілді. Солай емес пе балақай? Ендеше мәтінімізді біз жазып алайық. Бастаймыз. Орман жанында көл бар. Оны аю байқап, қонжығымен барды. Өзі суға шомылуға кірді, ал қонжығы қорқып қарап тұрды. Аю оны шақырып еді, қонжық қаша жөнелді. Аю оның желкесінен ұстап, суға лақтырып жіберді. Қонжық басында қорықса да, жүзіп үйреніп алды.
Осылайша аю өз қонжығына риза болды. Тамаша. Мінекей балақай, біз мәтінді құрастырып аяқтадық. Енді бізде қандай мәтін шықты, толық оқып шығайық. Орман жанында көл бар. Оны аю байқап, қонжығымен барды. Өзі суға шомылуға кірді, ал қонжығы қорқып қарап тұрды. Аю оны шақырып еді, қонжық қаша жөнелді. Аю оны желкесінен ұстап, суға лақтырып жіберді. Қонжық басында қорықса да, жүзіп үйреніп алды. Осылайша аю қонжығына риза болды. Мінекей, аюдың қонжығына деген сенімділігінің арқасында қонжық жүзіп үйреніп алған екен. Керемет балақай, өте жақсы мәтін құрастырдық. Көрдің бе? Аналар үнемі балаларына қамқор болып, оларға жаңа нәрсе үйретіп жүреді. Аналарымызды құрметтеп, барынша біз де оларға қамқор болайық. Келесі сабақта кездескенше балақай, сау бол!